Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен Айжан Жылпиева. Менің арнама қош келіпсіздер. Подписаться батырмасын басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 8-ші сынып химия 6-шы параграф химиялық реакция теңдеулерін құрастыру тақырыбы бойынша АБС есептерін жауабын бірге шығаратын боламыз. Бұл 24-ші беттегі есептер. Бірінші есепте реакция теңдеуін теңестіреміз. Екінші есепте заттардың атын анықтайтын боламыз. В-ның бірінде бірнеше реакция берілген, оны теңестіреміз. В-ның екінші тапсырмасында элементтердің валенттіліктерін анықтау қажет. Яғни бірнеше заттар берілген бізге. С есебіне келетін болсақ, бұл жерде бірнеше заттар берілген, яғни А, В, С, Д, Е заттары. Осының дұрыс вариантын табамыз. Міндетті түрде реакцияны теңестіреміз бірінші. Одан кейін коэффициенттерін қосып, дұрыс жауабын табатын боламыз. С тобының екінші есебінде бізде алюминийдің массалық үлесін табу қажет, яғни алюминий хлор 3, алюминий бром 3, алюминий иод 3-ті. Осы құрамындағы алюминийдің массалық үлесін табу қажет. Соңғысы үшінші тапсырмада бізде массалық үлестері берілген, яғни химиялық формулаларын анықтау қажет болады. Енді бірінші есепке келетін болсақ, реакцияны теңестіреміз. Теңестіргенде жұптастыру деген, яғни сандар жұптастыру деген мағынаны білдіреді. Міндетті түрде шыққан өнімге қарай арқылы оттектен бастап теңестіреміз. Немесе шыққан өнімге қараймыз, бірінші, одан кейін реагентке қарап теңестіріп аламыз. Екінші тапсырмада бірнеше заттардың атауын айтамыз, яғни кальций оксиді, мыс сульфиді, темір 3 хлориді. 3 хлоридін қайдан білеміз? Себебі хлордың астында 3 болып тұр, сол кезде темір 3 валентті деген сөз. Одан кейін бізде алюминий 3 оксиді, күкірт 4 оксиді, күкірт 6 оксиді, темір 2 оксиді, темір 3 оксиді болып саналады. Енді бізде В тапсырмасына келетін болсақ, В тапсырмасында реакцияны теңестіру қажет. Біріншісінде кальций оксиді, екіншісінде темір хлориді, алдында коэффициенттерін қойып теңестіреміз. Үшіншісі өзі теңесіп тұр. Төртіншіде алюминийға тұз қышқылын қосқанда 2, 6, 2, 3 қойдық. Азот пен сутекті әрекеттестіргенде азоттың астында 2 болғандықтан қоймаймыз. 3, 2. Алюминийге темір оксидін қосқанда 2, реакция нәтижесінде 2 темір, алюминий 2, 3. Енді екінші есепке келетін болсақ, валенттіліктерін анықтаймыз. Бірінші шеткісінен бастаймыз, яғни хлор 1 валентті, бірді хлордың астында 2 көбейтеміз, темір 2 валентті болып кетеді. Күкірт 2, 2 мен 2 көбейтіліп, көміртек 4 валентті болады. Сутек 1 валентті, көміртек 4 валентті, оттек 2, көміртек 4 валентті. Хлор 1 валентті, марганец 4 валентті болып тұр. Енді азот 3 валентті, 3, мына жақта магний 2 валентті. Яғни 3 пен 2 жоғарғыда валенттіліктер ауыса салады. Ең оңай жаттау жолы осы. Енді С тапсырмасының біріншісіне келетін болсақ, реакция теңдеуін міндетті түрде теңестіріп аламыз, яғни алдындағы коэффициенттерді санайтын болсақ, магнийдікі 2, 1, 2 болады. Яғни 5. В-да 4, 3, 2, 9 болады. С-да 1, 1, 1, яғни 3 болады. Д-да 1, 1, 2, коэффициенттерінің саны 4. Е-де 4, 5, 2, нәтижесінде 11 болады, яғни дұрыс жауабы бізде С варианты болып тұр, яғни 3. 1, 1, 1 қосылған 3 нәтижесінде. Енді бізде келесі бізде С тапсырмасының біріншісі бітті. Енді С тапсырмасының екіншісіне келетін болсақ, бізде алюминийлардың массалық үлесін табу қажет. Келесі С тапсырмасының екіншісіне келетін болсақ, біз кез келген заттың массалық үлесін табу үшін ең алдымен МР-ін тауып алу керекпіз. МР-ді табу үшін біз атомдық массаларын қосып шығамыз. Егер коэффициенттер болса, оны көбейтеміз. Біріншіде бізде алюминий хлор 3 берілген, алюминийдің атомдық массасы 27, яғни жазамыз 27 қосылған
хлордың астында 3 болғандықтан 3-ті 35,5-ге, яғни хлордың атомдық массасына көбейтеміз. Көбейткенде бізде 35,5, яғни жаңағы шыққанымыз бізде 133,5 болады. Алюминийдің жаңағы массалық үлесін табу үшін 27-ні 133,5-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сол кезде 20,22 шығады. Одан кейін бізде екіншісінде алюминий бром 3, алюминий бром 3-та 27 қосылған 3 көбейту 80, 267 шығады. 27-ні 267-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Мына жерде бұл видеода екінші есеп толығымен көрсетілмей қалды. Оны осы видеоның соңына салатын болам, яғни массалық үлесі табу алюминийдің. Соңғы алюминий иод қана көрінген екен. Бұл жерде қалғанын осы видеоның соңына салып қоятын боламын. Соңына дейін қарасаңыздар болады. Бұл жерде алюминий иод 3-ті тапқанда қарасаңыздар 27 алюминийдің атомдық массасы, иодтікі 127. Оны 3-ке көбейтіп 408 болады. Алюминийдің массалық үлесін табу үшін 27-ні 408-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз, яғни 6,62% алюминий шығады екен. Енді бұл жерде ең көбі бізде 20,22%, яғни алюминий хлор 3-тің құрамындағы алюминийдің массалық үлесі үлкен болып тұр. Ең кішісі алюминий иод. Енді үшінші есепке келетін болсақ, үшінші есеп бізде сутек және жаңағы күкірттің сандары берілген. Яғни бұл жерде формула құрастыруға қажетпіз. Яғни HXSY, яғни қандай коэффициенттер немесе қандай индекстер болатынын анықтау қажетпіз. 0,59-ды 5,9 деп пайызға келтіріп аламыз. Жаңағы 0,945-ті 94-те 5%-ға келтіреміз. Енді x бөлінген y, яғни 5,9-ді 1-ге бөлеміз. Сутектің атомдық массасы 1 болғандықтан. Одан кейін 94-те 5-ті 32-ге бөлеміз. 32 күкірттің атомдық массасы. Одан кейін ең кішісіне бөліп шығамыз. Яғни 2,95-дің өзіне бөліп шыққанда 2-де 1 қатынас шығады. Яғни есептің жауабы бізде H2S күкірт шығады екен. Енді жаңағы салынбай қалған жаңағы екінші есеп алюминийдің массалық үлесі туралы. Міне осы жерден толық көрсеңіздер болады. Жаңа айтып өткенімде ең көбі бізде алюминий хлор 3 болып тұр. Яғни алюминий хлор 3-та алюминийдің массалық үлесі үлкен болып тұр. Екінші алюминий бром 3, үшінші алюминий иод 3. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, арнамыздың дамуын қолдап отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Алда күн сайын жаңа видеолар шығады. Қолдап отырыңыздар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.